Көкшетауда әріптесінің қолынан айуандықпен өлген полицей Дархан Еламанов бүгін жер қойнына берілді. Ал қайғыдан қан жұтқан ағайын туыс тергеушілердің дәйегіне мүлдем сенбей отыр. Бұған дейін қанды қылмысқа екеуара келіспеушілік себеп болғанын айтылған. Себебі лейтенанттың қолында маңызды тергеу құжаттар болған екен. Соның көзін құрту үшін істелген әрекет дейді Еламановтың жақындары. Жан түршігерлік қылмыстың жай жапсарын Досжан Маратұлы білуге тырысты. Дархан Еламановты күллі Красный Яр ауылы жоқтап жатыр. Асқан қатыгездікпен өлтірілген әріптесін соңғы сапарға шығарып салуға облыстық ішкі істер департаментінің басшыларына дейін келген. Көңіл айтып қайғыға ортақтасқанмен ұлдарынан айырылған отбасының жүрекке түскен жарасын жаза алмайтыны түсінікті. Балапанымды өзіңнен қайда кетіп барасыңдар? Небәрі 27 жасында өмірі қиылған Дархан Еламанов бір шаңырақтың үкілеген үміті, досқа адал, жұмыста ұқыпты болатын дейді жақындары. Аға лейтенанттың еңбекқорлығын бағалаған Көкшетау қаласының ішкі істер басқармасы жақында оның қызметін өсіруді ойластырып жүрген екен. Інім өзі бетінен жүзі кетпейтін, күліп жүретін әрқашанда адам. Осы органда істеймін деп, бала кезінен бастап, әкеміз органда істеп, по состоянию здоровья соны әкем айтатын, әкем, сен жетпеген тауға мен жетемін, мен органда істеймін деп, полковник болам деген қаншама алдына қойған мақсаттары көп еді. Бірақ сол мақсатына жетемін деп талпынған жігіт желтоқсанның 25 күні кезекшіліктен шыққан соң ізім қайым жоғалып кеткен еді. Кейін бір гәптің барын сезіп, Дарханды жабылып іздеген жақындары 2 күннен кейін өлі денесін қала шетіндегі Кенесары ауылының маңынан тапқан. Күдіктіні ұстау үшін полицейлер марқұмның ұялы телефонын тексеріп, соңғы рет кімдермен сөйлескенін анықтапты. Сөйтіп Еламановты өзінің әріптесі 32 жастағы майор Жәнібек Баймурзин басынан атып өлтіріп, қарға көміп кеткені анықталды. Ол жігітті таңертең ұстап, адрестан ұстап, алып келгесін, қысқасын ол жігіт соны расклад беріп жастайды. Сол жігітті енді тергеу жасаған кезде Дарханның обручальный кольцосын тапқан, Дарханның служебный тапаншасын тапқан, одан документтерін тапқан. В ходе следствия ошым айтқан Дарханның мәйітін қажет екенін. Ал бұл сол Дархан Еламановтың мәйіті табылған жер. Күдікті қылмысын жасыру үшін Көкшетаудан 40 шақырым жерге келіп көмген екен. Мұнда қан іздері әлі сақталған. Бір қызығы, марқұмның жақындары өлі дене табылған жерде бір емес, бірнеше аяқ іздерінің болғанын айтады. Соған қарағанда Жәнібек Баймурзин жалғыз болмаған сыңайлы. Қазір майор қамауға алынып, бірнеше сараптама тағайындалған. Әзірге қылмыс екеуара келіспеушіліктен болған деген болжамдар айтылуда. Бірақ марқұм аға лейтенанттың жақындары бұған сенбейді. Қылмыс болған жерден Дархан Еламанов жүргізген маңызды тергеу құжаттары өртелген дейді олар. Сондықтан істің ақ-қарасын анықтап, кінәлі қатаң жазалансын деп отыр. Ал қыркүйекте ғана шаңырақ көтерген 27 жастағы марқұмның артында аяғы ауыр әйелі қалды. Досжан Маратұлы, Роман Расулов, КТК.